Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқы дайындықты бастайтын боламыз. Яғни қыстың қамын жазда ойла демекші. Жазда өсетін дәл осындай көкөністерді қысқа арнап қатыратын боламыз. Ең алдымен керекті көкөністеріміздің барлығын алып, жуып, шайып, тазалап аламыз. Ең алдымен біз баялдыны, яғни баклажанымызды алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, жіңішке домалақ пішінде кесіп алатын боламыз. Негізінде баклажанды қуырып немесе дәл осылай свежий, яғни балғын күйінде де қатыра берсеңіздер болады. Бұл баклажандарды қысты күні біз кез келген салат түріне пайдаланып, қуырып жасай берсек болады. Барлық баклажандарымызды турап алғаннан кейін осындай арнайы магазинде сатылатын қатыруға арналған пакеттерді алып, осылай ашып аламыз да ішіне барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Қыс мезгілінде өздеріңіз білетіндей, дәл осы баклажандардың бағасы шарықтап кетеді. Сол себепті де осылай алып, барлығын қатырып қойып, қыстың кезінде кез келген баклажаннан жасалатын салат түрлерін жасай берсеңіздер болады. Егер де морозильниктеріңіз үлкен болса, онда көп мөлшерде дәл осылай қатырып қойсаңыздар, керек кезінде пайдаңызға асатын болады. Барлық баклажандарымызды салып алғаннан кейін дәл осылай аузын жауып қойып қоямыз. Ал бізде екінші болгар бұрышын голубцыйға арнап қатыратын боламыз. Осылай кесіп аламыз да үстіңгі бөлігін тастамаймыз және ішіндегі бөліктерін алып тастайтын боламыз. Ішіндегілерін барлығын тазалап алып, жақсылап жуып шайып, осылай кептіріп қоямыз. Барлық болгар бұрыштары жақсылап кепкеннен кейін формаларына қарай бір-бірінің ішіне осылай кіргізіп, жақсылап жинап аламыз. Ал енді жаңағы жиналған болгар бұрыштарымызды алып, қатыратын пакетке дәл осылай көлденеңінен салып шығамыз. Қалған бұрыштарымыздың барлығын алып, дәл осылай ішіне кіргізе отыра барлығын жинап, пакетімізге салып шығамыз. Қыстың кезінде дәл осы морозильникте қатып тұрған болгар бұрыштарымызды алып, ішіне салмасын дайындап, голубцы жасап піше берсеңіздер болады. Міне біз барлық болгар бұрыштарын салып, аузын жақсылап бекітіп қойдық. Енді осыны морозильникке салып, қысқа қатырып қоя береміз. Ал келесі кезекте біз түрлі түсті болгар бұрыштарымызды алып, жуып, шайып, тазалап, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз да, ішіндегі бөліктерін тазалап тастап, әрқайсысын 3 бөлікке бөліп, одан кейін кубик-кубик қылып турап аламыз. Бұл болгар бұрыштарын біз әртүрлі тағамдарға дәмін келтіру үшін қатыратын боламыз. Жаңағы голубцыйға арналған болгар бұрышынан қалған үстіңгі бөлігін дәл осылай видеода көрсетілгенде 4 бұрышты бөлшектерге бөліп аламыз және де оны да қосып барлығын араластырып аламыз. Енді қатыруға арналған пакетімізді алып, жаңағы туралған барлық болгар бұрыштарын жақсылап ішіне салып аламыз. Барлық бұрыштарымызды салып болғаннан соң, дәл осылай көлденеңінен жатқызамыз да, ішінен барлық ауасын шығарып тастап, аузын жақсылап бекітеміз. Келесі кезекте біз қызанақтарымызды қатыруға кірісеміз. Ол үшін осылай қызанақты алып, дөңгелек пішінде жұқа етіп кесіп шығамыз. Осы қызанақтарымыздың барлығын алып, арнайы бір ыдыста бөлек-бөлек қатырып аламыз да, барлығы қатып шыққаннан кейін барлығын біріктіріп, қатыратын пакетке қойып, морозильникке салып қоямыз.
Келесі кезекте біз укроптарымызды қатыруға кірісеміз. Ол үшін укроптарымызды алып жақсылап жуып шайып тазалап аламыз да, осылай керек емес жерін кесіп тастап, пышақтың көмегімен жақсылап майдалап турап аламыз. Енді осындай кішкене пакетигімізді алып, барлық туралған укроптарымызды ішіне салып аламыз да, аузын жақсылап бекітіп, морозильникте қысқа сақтай берсеңіздер болады. Қыстың кезінде свежий күйінде, яғни балғын күйінде сорпаларға немесе басқа да тағамдарға қосып ұсынсаңыздар болады. Ал енді біз өріктерімізді қатыруға кірісеміз. Ол үшін барлық өріктерімізді бір ыдысқа салып аламыз да, таза сумен жақсылап жуып шайып аламыз. Енді біз осылай астыңғы бөлігінен ашып, ішіндегі сүйектерінің барлығынан тазартып аламыз. Өріктеріміздің барлығын алып, арнайы контейнерлерге біртіндеп дәл видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Дәл осы қатырылған өріктерден қыстың күні компот немесе сок және де пирогтарға салып қолдансаңыздар болады. Өріктерімізді салып алғаннан кейін, оның қақпағын жақсылап бекітетін боламыз. Осылай арзан кезінде барлығын жақсылап қатырып ала беріңіздер, қыстың күні бір пайдаңызға жарары хақ. Ал енді біз шиемізді қатыруға кірісеміз. Ол үшін шиемізді алып, жақсылап жуып, шайып, тазалап аламыз. Енді оның барлығын жақсылап кептіріп қоямыз. Морозильникте қатырған кезінде барлығы бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай арнайы бір ыдыста салафан қойып, бөлек-бөлек қатырып аламыз да, контейнерімізге салып, морозильникке қойып қатыра береміз. Міне дәл осылай аузын жақсылап бекітіп қоямыз. Енді барлық заготовкаларымызды осылай морозильникке салып қоямыз. Енді мынау бізде қатқан кезіндегі түрі дәл осылай болады. Осылай қатырып қоя беріңіздер, қыстың күні бір пайдаңызға жарайды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.